куллил муъминина, айт муъмин ерлерге, яғни біздерге, муъмин ерлерге айт, яғудду мин абсарихим, көздеріне бөтен нәрсе көрінген кезде, арам бөтен нәрсе көрінген кезде түсірсін дейді көздерін. Мен бақылап тұрмын ғой дейді. Кім не істеп жатыр білем дейді. Көрдіңіз ба? Көзге бір рет көрініп қалу ол болады, заңды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Өйткені сен ойламаған жерден көрініп қалды бір нәрсе. Сосын жаңағы екінші рет қарайғыңыз келген кезде айт иман келтірген құлдарыма дейді. Муъминдерге айт, яғудду, көздерін түсірсін дейді. Қарамасын дейді да. Уаяхфазу фуружахум. Сосын көздің харам нәрсе деген Алла тағала істің басы неден басталатыны, сосын іс немен аяқталатынын білдіріп жатыр да мына аятта әдеппен. Қараңыз, көздерін түсірсін және мүшелерін қорғасын дейді. Көзбен мүшені байланыстырып жатыр да. Көз сақталмаса мүшеге маза болмайды. Көрдіңіз бе? Мүше оны не растап тынады, не әйтеуір оны сондай нәрсе ол. Не тоқтап тынады Алла тағаланың рахымымен. Сонда жаңа көз Алла тағала күшті сол жаққа жасап отыр ғой. Көзің тыйып жүр дейді. Көзіңді тыйсын деп айт иман келтірген құлдарыма, және ұятты мүшелерін сақтасын дейді. Неге бұлай айтып отырмын дейді Алла тағала? Залика аскалахум, өйткені сендердің тақуалықтарыңның, имандарыңның сақталуына ең таза жол сол дейді. Егер оны істемесеңдер, жаңағы айтқанымды сақтай алмайсыңдар дейді онда. Неге? Өйткені мен білем дейді. Неге мен бұлай айтып отырмын дейді. Неге бұлай айтып отырмын дейді. Көздеріңді тыйыңдар, жаңағы мүшелеріңді тыйыңдар, көздеріңді жаңағы төмен түсіріңдер деп. Өйткені инналлаха хабирун бима яснаун. Өйткені Аллах тағала біледі бұл муъминдердің не істеп жүргенін дейді. Көрдіңіз бе? Тәрбиелегім келеді дейді мен. Қимайым дейді оны басқа нәрсеге. Сол үшін көзіңді тыйш деп жатырмын дейді. Алла тағала сізге махаббат қаласа, сосын сол махаббатта сізді өзі қалағандай көргісі келеді. Жаңа көзіңіз жаңағыдай бір нәрсе көрінген кезде, ол Алла тағаланың сынағы ол. Одан құтылмайсың. Бірақ сол кезде көзіңізді тыйған кезде, оның сізге деген махаббаты, түсіндіңіз бе? Қандай да ол? Осылай сақталады ғой бүкіл нәрсе. Ең басты мәселе әрбір істе отырған жеріңде Алла тағалаға ұнау ғой, кетіп баратқан жеріңде Аллаға деген ұнауды, Алланың назарын жоғалтып алмауды. Сол үшін айтып жатыр. Сосын мына қағиданы әкеледі. Жалғыз ерлер емес дейді, бұндай нәрсемен жаңағы ұрынып қалуы мүмкін. Әйелдер де ұрынып қалады бұндай нәрсеге. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айт: "Ва куллил муъминат", иман келтірген әйелдерге де айт дейді. Міне, көрдіңіз ғой, екі жақта да бар екен да бұл нәрсе. Иман келтірген әйелдерге де айт: "Яғдудна мин абсарихинна", ана көздерін тыйсын дейді, бөтен ерлерді көрген кезде. "Ва яхфазна фуружахунна", және де ұятты жерлерін сақтасын дейді оларда. "Вала юбдина зинатахунна илля ма захара минха", сондай-ақ әйел затын Аллах тағала жаратқан кезде өзіңіз жалпы әйел затын өзі сұлулық әшекей қылып жаратқан екен өзі. Міне сол зейнеттерін көрсетпесін дейді. Мен ашуға рұқсат еткен жерлерінен басқасын. Түсіндіңіз ба? Сосын айтады, әйелдерге байланысты көп нәрсе айтады, өйткені қозғаушы күш сол екен негізі қоғамда. Жаңағы нәрсе қозғап жіберетін да. Соқтан оларға қарап тұрсаңыз, аят көп созылып отыр қазір. Оларға сосын айт дейді: "Ядрибна бихумурихинна аля жуюбихинна". Мынау жаңағы аяттар түскенге дейін әйел кісілерде өзімізде ауылдағы сияқты мына жерде кеуде ашық тұрады ғой былай. Мынаны жуюб деп атайды. Жуюб деп атайды да бүйтіп ашық тұратын нәрсені. Сосын олар орамалды таққан кезде арт жағына тағатын. Біздікілер өзіміздегі арт жағымызға тағамыз бүйтіп. Бірақ мына жақта ашық тұрады. Сосын Алла тағала жаңа аят түсіреді, айт оларға: "Салсын ана орамалларын тек қана арқа жағын емес, алдындағы ойықтарында жапсын" дейді аятта. Көрдіңіз бе? Ана еркектің көзін әкететін жақтардың бәрін жабыңдар деп отыр ғой. Аяңдар ана еркектерді деп отыр анау. Міне. Олар еркек болғанмен әрбір адам әлсіз жаралған. Көмектесіңдер аналарға.
қарайтын нәрсе қалдырмаңдар деп тұр ғой жалпы. Түсіндіңіз ба? Сондай мағынада соны айтып жатыр. Жапсын ананы деп жатыр да. Вәлә юбдина зинатахунна, өздерінің әшекей рұқсат етілетін ашылатын жерлері, шаш мысалы дегендей, мынау білектері былай. Мынау сән деп отыр аталы бұны. Әйел затына қалай мынау сәндерің дейді сендердің. Әркімге көрсетпе дейді аны. Қараңыз қандай. Бұны көрсетіңдер тек қана иллали буғулатихинна, күйеулеріңе, ау абайи буғулатихинна, күйеулеріңнің жаңағы өздеріңнің әкелеріңе, немесе жаңағы абайи буғулатихинна, күйеулерің қайнаталарыңа, ау абнайхинна, балаларың көре берсін бұл түрлеріңде, ау абнай ихванихинна, жаңағы бауырларыңның балалары көре берсін, аға інілеріңнің, ау бани ахаватихинна, жаңа әпке сіңлілеріңнің балалары көре берсін. Заңды қойып беріп жатыр да тала түгелін. Осы нәрселердің бәрі. Өз бауырларың, әпкелерің, қарындастарың, ау ниса ихинна, өздерің араласып жүрген әйелдер. Дін жолында жаңағыда өздерінің туысқан әйелдерінің арасында ашыла берсін дейді. Ау иттифлиллазина лам ясхару аля аурати ниса. Сондай-ақ әуреттің не екенін танымайтын баланың көзінше де бола береді дейді. Аятта түгел нәрсені реттеп берген. Сосын бір нәрсені тағы баяндайды. Үстіңгі орамалдан бір келді, ана орамалды омырауларындағы елерін жапсын деді ғой. Сөйтіп ол былай болып кетті да. Түсіндіңіз ба? Одан кейін айтады: "Вала ядрибна би арджулихин", ана аяқтарымен ұрмасын дейді жүрген кезде. Ана аяқтар деген о кездерде колокольчик болатын. Түсіндіңіз ба? Қазір сондай бір аяқ киім жүрген кезде денеңіздің қозғайтын. Солай қозғап жүреді. Ол қозғалуды не дейді Алла Тағала? Әдеппен сөйлеп жатыр. Аяқтарымен ұрмасын, лию'лама, білініп қалу үшін анау жерде тұрған еркектерге. Қараңыздар. Ма юхфина мин зинатихинна, жасырып жүрген сәндері көрініп қалмас үшін дейді да. Жалпы бұл нәрсені айтып жатқан себебім дейді: ей еркектер, ей әйелдер, ватубу илаллахи жамиған. Жалпы осы қарау, қарамау, бір-бірлеріңе жаңағы нелеріңді көрсетпеу тұрғысынан дейді, түгелдерің тәубаға бірдей келу керексіңдер дейді. Көрдіңіз бе? Түгелдерің бірге тәубаға келмесеңдер қиын болады дейді біраз. Сынақ болады бұл біраз уақытқа дейін да. Айюхал муъминун лааллакум туфлихун. Барлықтарың, әйелдерің, еркектерің қосылып бірге тәубаға келмесеңдер осы мәселеде, жаңағы аяттаға байланысты мәселеде, сол кезде ғана сендер табысқа жетесіңдер дейді. Ал оған дейін енді шыдаңдар, күресіңдер, көрсетіңдер иманның адам екендеріңді деп отыр ғой.